Павлодарда өрт сөндіруші мас күйінде пәтерде ұйықтап қалған тұрғынды тілсіз жаудан аман алып қалды. Ол үйде ішімдік ішіп артынша шылым шеккен. Шылымның күлі көрпе жастыққа түсіп өрт шығыпты. Жылдам жеткен құтқарушы үйде қалған адамды 5-ші қабаттың терезесінен алып шыққан. Бейбіт күннің батырымен тілшіміз тілдесіп келді. Асқарбек Омаров құтқару қызметінде ұзақ жылдан бері еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі маман. Ғұмырының 30 жылын адам өмірін құтқаруға арнаған. Еңбек жолын өрт сөндіруші болып бастап, басшылық лауазымға дейін көтерілген. Бір салада табан аудармай ұзақ жыл қызмет атқарудың өзіндік сыры да бар. Бала кезімнен өзіміздің ауылда үлкен жігіттер болатын, осы өрт сөндіру бөлімдерінде істейтін. Солардың жұмыс істегендерін көріп, олар жыл сайын біздің ауылға келіп тұратын. Олар форуммен келеді, соны бала кезімізде көреміз и армандайтынбыз, осындай боламыз ғой деп. Содан әскерге барғаннан кейін осында келіп жұмысқа орналастым. Құтқарушы осыдан біраз жыл бұрын тілсіз жаудан бір азаматты құтқарып қалды. Ол кезде Асқарбек Қайырбекұлы өрт сөндіруші болып жұмыс істеп жүрген кезі 5 қабатты үйде өрт шығып, ішінде бір адам қалып қойыпты. Есік ашылмағасын терезені сындырып кіріп, қызыл жалын ішінде қалған тұрғынды аман алып шыққан. Көп қабатты үйлердегі өрттерден алып шыққан адамдар болған. Құтқарып. Ол кездерде енді жас болғанбыз. Бір өртке шыққанды есімде бар. Камзин көшесінде 5 қабатты үйде 2-ші қабатында бір азамат темекі шегіп мас күйінде ұйықтап қалған. Сол өрт болған уақытта содан терезеден алып шыққанбыз оны, сол кісіні. Білікті маман өмірдің көрген түйгендерін жас құтқарушыларға үйретіп жүр. Өзі қызмет жасаған номер 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөліміндегі өрт сөндірушілерге ақыл кеңесін береді. Асқарбек Қайырбекұлы осы өрт сөндіру жұмысында және авариялық жұмыстарында өте тәжірибелі және адал маман, өте ұзақ 30 жылдық стажы бар. Біз оны қадірлейміз де, құрметтейміз. Бізде олардың одан үйренетініміз өте көп. Сол осы адам сияқты, осы биіктен көрінейік. Асқарбек Омаров мінсіз қызметі үшін жоғары марапаттарға ие болған кәсіби маман. Ол құтқару саласында отбасымен бірге қызмет атқарады. Жолдасызда төтенше жағдайлар департаментінде ұзақ жылдан бері еңбек етіп келеді. Батырлық пен батылдық қос жүректі бір шаңырақ астына тоғыстырған. Жанасыл Серікбол, Евгений Алейник, Ертіс ақпарат.